Зейнетақы жәрдемақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 2026 жылдан бастап зейнетақы мен жәрдемақы өседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова Қазақстанда зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер қалай өсетінін айтты. Министрдің айтуынша 2026 жылға арналған бюджетте бұл мақсатқа 622 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінбек. Зейнетақы мен жәрдемақылар 10%-ға дейін арттыру көзделіп отыр. Бұл көрсеткіш қазіргі болжам инфляция деңгейіне сай келеді. Барлық зейнетақы түрі өседі, ынтымақты және базалық зейнетақы, сонымен қатар мүгедектік бойынша төлемдер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен балаларға, сондай-ақ оларға күтім жасайтын аналарға берілетін жәрдемақылар, асыраушысынан айырылу жағдайындағы төлемдер де артады. Негізгі базалық көрсеткіштердің бәрі өседі дейді Светлана Жақыпова. Министрдің айтуынша, бұл өзгерістер 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыздар.